негізі көбінесе әйел кісілерге ғашық болады. Бұның себептері бар, не үшін ғашық болады. Және ол негізі мамандардың айтуы бойынша ең қиын негізі осы жынды шығару дейді. Өйткені сихырмен келген жын әрине андай асқынып кетсек ауыр болады сихыр. Бірақ сихыр кетсе ол кетіп қалады жын. Ал бұл ғашығын кетпейді. Ол күреседі кәдімгідей. Соңына дейін өліп қалса да іштен кетпеймін деп тұрып алады. Бірақ негізі оның емі бар, ол альхамдулилля. Бірақ ғашық болатын себептері мынандай да бұның. Ең бірінші ашық шашып жүрген себепті. Жаңа Абдул-Бари ағамыз айтқандай, негізі жын мен адамның арасындағы бөгет бұл бисмилля деп айту. Көбінесе андай қыз келіншектер мысалы үйдің ішінде ашық киінеді мысалы. Енді үйде болғаннан кейін кішкене жалғызбын, ешкім жоқ деп киініп жүре беруі мүмкін. Жүре беруі мүмкін. Сосын мысалы әжетханаға, дәретханаға кірген кезде дұға айтпай кіру деген сияқты. Сосын лак деген нәрселер бар, мысалы. Лак бояу деген сияқты. Осы себептері болады. Негізі оның себептері көп. Бірақ ең негізгі себеп осы әйел кісінің, бұл айтқанша, жалаңаш көрген кезде ғашық болып қалады олар. Ғашық болады. Ер адамдарға да ғашық болады, бірақ көбінесе әйел кісілерге. Қазіргі былай практика бойынша былай қарағанда бір әр 5-7 әйел осы жынмен ауырады негізі. Енді оның негізі белгілері бар. Ең біріншісі, ондай адамдар көп ұятсыз түстер көреді. Сосын осындай ұятсыз нәрсе көруге бейімделіп қалады. Яғни видео нелер көруге. Сосын сан жақтарда көгерулер пайда болады. Бұл белгілер. Сосын егер тұрмыста болған болса, мысалы әйел кісі күйеуіне деген өте көп жаман ойлар келеді. Яғни ажырасуды ойлай береді. Кішкентай нәрсені үлкен қылып көрсетеді. Сосын күйеуге шықпаған болса, жалпы некелесуден, тұрмыс құрудан қорқады. Яғни жақындағысы келмейді. Мысалы бір танысуға келген кезде бір танысады, жақтырып қалады, мысалы бір жігітті біраз уақыттан кейін немесе бір ұйықтап тұрса айнып қалады. Сондай жалғаса береді. 30, 40, 50-ге өйстіп. Енді қарайтын болсақ, қазір өкінішке орай қоғамда осы ажырасу деген өте белең алуда, көбеюде. Яғни сол ажырасуға да бұл жындардың, шайтандардың бұл жерде біздің сіздердің сөздеріңізден оқығанымыз оның кесірі бар болып тұр ғой. Иә, өйткені бұған хадис бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, иблис өзінің мұхитта тағы бар дейді. Сол тақта мысалы отырған кезде шайтандар келеді, сөйтіп ол сұрайды әрқайсынан, не істедің, қандай амал істеттіңдер, яғни қандай күнәға термеледіңдер деген кезде. Сонда біреу айтады, зинаға термеледім, ұрлыққа, сен ештеңе істеген жоқсың деп айтады. Сонда бір шайтан келеді айтады, мен бүгін